Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз осы десятканың алдыңғы передний ступицы подшипнигін ауыстыратын боламыз. Түк-түк деп дөңгелегім кәдімгідей қозғалып тұр. Бізбен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта қалай ауыстыратындығы жөнінде видеоны көріңіздер. Қазақ тілдерін қолдауды ұмытып кетпеңіздер. Пікірлеріңіз болса комментарийға жаза кетіп, видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Алдағы уақытта осы десятканың екі крылосында жасайтын боламын. Шпаклевка мен покраск беріп, сіздерге міндетті түрде бөлісетін боламын. Бізбен бірге болыңыздар. Мына жерде колодканың болты бар. Мынаның бір жағы менде түсіп қалыпты. Қазір көріп тұрмын, түсіп қалған. Жоқ, салып жібереміз, жақсы. Мына жерде біреу бар, 10 штук. Осы үйді атып аламыз. Сынып қалып қойған осылай. Қалай сынып қалғанын білмедім, бірақ. Мына толы 30 екен. Осыны толып айналып кетеді бірге әрекетті алып. Дөңгелегін толдым, дөңгелек толғаннан кейін мына екі болт толу керек. Мына үрді алып түсу керек, қошым түсіп бітті. Әрі қарадым, бері қарадым, болмады. Полный стойкасын түсіріп аламын деп шештім. Осы 3 гайкасын ағытып аламыз. Осының ағытып қойдым. Сосын мына стойканы наконечникті алып тастаймын ана жерден. Сосын полный осы 2 гайканы алып тастаймын шаровойдың үстіндегі. Содан кейін осы стойканы алдыңғы передний полный түсіріп аламын. Дәл осылай түсіріп алдым. Енді ішіндегі ступицы подшипникті преске алып бардым. Осылай преске алып прессовать етіп, қайттан үйге алып келдім. Пресс жоқ, менде сонымен қиын болып кетті. Ошым осылай үйге прессовать етіп дайындап алып келдім. Енді бұйырса саламыз. Дәл осылай ілгізіп алдық. Ең алдымен мынаны ажандағысын екеуін қатайтып алып жатырмын. Қатайтып аламын, сосын ажағын көстем. Сосын мына 3 гайкасын тартып тастадым сразу. Наконечниктің гайкасын тартып тастадым. Енді ортасындағы менікі мынауысын ауыстырып жүрдім. Ойлап жиынып қойған деді. Дискісінің резині біткен ғой, шаруасы біткен. Оның орнына новый резин салып жүрдім осылай. Мынаны новыйлап жүрдім, новыйын салып жүрдім мынағанда. Ажаны да екеуін алып келдім, новыйын салып жүрдім. Енді мынаны салып тастайын былай. Бана алған болатын осылай. Оңай. Видеоны осы лайк басып, пікірлеріңізді комментарийға жаза кетіңіздер. Достар, қазақ тілдерін қолдауды ұмытпаңыздар. Все, бәрін жинап болдық. Дөңгелегін салаймыз, жинаймыз. Болды.